Анам өмірден өткен кезде мен анасы өмірден өтіп кеткен адамдарға қатты ашуландым. Неге осы анасы өмірден өтіп кеткен кезде осындай өкініш болатындығын неге айтпайды олар? Неге осын айтпаған маған? Айналамда қанша анасы қайтыс болып кеткен адамдар жүрді. Осындай өкініш болатындығын неге айтпаған деген бір қатты ашу болды да менде. Қатты өкінетінім, жалпы анаммен өте жақын болдым мен. Мысалға бір нәрсе жазсам, ең бірінші оқып беретін анам еді. Ең бірінші баға беретін де анам еді. Анамды қатты қадірледім. Бірақ өмірден өткен кезде одан да көбірек қадірлеуге, одан да терең құрметтеуге болатын еді деп қатты өкіндім мен. Сондықтан ең бір өкініштің біреуі осы шығар. Мысалға дәл қазір анаммен бір рет кездесу мүмкіндігі үшін мен қолымда бар нәрсені ойланбай айырбастап жіберетін едім. Ал енді анасы тірі бола тұрып, қадірлемейтін адамдар бар, қоңырау шалмайтын адамдар бар. Олар түк түсінбей жүрген адамдар деп айтсам қателеспеймін мен. Ең үлкен өкініштің біреуі осы. Анасына жақсылық жасаған адам да өкінеді, жасамаған адам да өкінеді. Жасаған адам неге бұдан көп жасамадым деп өкінеді. Жасамаған адам неге жақсылық жасамадым деп өкінеді. Сондықтан өмірдегі ең үлкен өкініштердің біреуі осы. Ата-анаға қатты мән беру керек.